Сәлем достар, менің есімім Зере, жасым 31-де. Бүгін сіздермен бет терісіндегі қарадақтарды бірден әппақ қылып жоқ қылатын, өзімнің қолданып жүрген, ешкім білмейтін супер тоник лосьонның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Лосьонды екі түрлі жолмен жасаймыз, сондықтан видеоны аяғына дейін үзбей толық қарап шығыңыздар. Бұл тоник лосьонның қалай дұрыс жасау керектігі туралы осы видеода айтып, және сіздерге көрсететін боламын. Алдымен менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Қыздар, бұл лосьонды жасап көргеннен кейін, беттеріңізге жағып бір ай результатын көргеннен кейін, маған сіздер рахмет айтатын боласыздар, өздеріңіз байқайсыздар. Енді жасалу жолына кірсек, бізге бір бас ақ желкен керек. Орысша айтқанда, кәдімгі біздің тамаққа қосып жүрген петрушки, бір бас петрушки, және осындай лимон қажет. Егер үйде лимон болмай қалған жағдайда, сіздерге тез қажет болатын болса, осындай с дәрумені, яғни ұнтақ түріндегі айхербтың менде осындай с дәрумені бар, бұны да кейде қолданамын. Осы екеуін біреуін қолдансаңыздар болады, бірақ лимонның өзі болған дұрыс. Және осындай бізге Е витамині қажет. Е дәруменнің осындай капсуладағы түрі болса да болады, немесе және құтыдағы кәдімгі Е дәруменнің өзі болған дұрыс, құюға ыңғайлы болады. Енді кезек, біз қазір ақ желкенімізді алып суға жуып аламыз. Суға жуған кезде оны қатты қысып жуудың қажеті жоқ. Кішкене бетіндегі топырақтар кетсе болғаны, содан кейін сілкіп аламыз. Суымызды алып осылай қайнатып аламыз. 2 стакан су құйып қайнатып алсаңыздар болады сіздер, егер мөлшерін білмесеңіздер. Содан соң ақ желкеннің түбірін кесіп, одан кейін оны 3-4-ке бөліп, енді қайнап бастап жатқан суымызға салып, бір қайнатып аламыз. Бұлай тамаққа пайдаланып жүрген ақ желкеннің теріге қандай пайдасы бар деп ойлайтын шығарсыздар. Шынында ақ желкеннің пайдасы өте көп теріге, өткен оның құрамында К және С витамині бар, және минералды заттар өте көп. Сондықтан бетіміздегі бүкіл қарадақтарға және беттегі мимикалық әжімдер болса, онда кетіруге пайдасы өте көп. Енді ақ желкенді баяу оттап қайнатып аламыз. Қасығымызбен былай көреміз, көрген кезде су кішкене жасыл болу керек. Сол кезде өшіріп, енді ақ желкенімізді сүзіп алатын боламыз. Ақ желкенді осылай бір тостаққа сүзіп аламыз. Ал суын төкпейміз, суы мұздағанша бір жерге қойып қоямыз. Осы жерде мұқият боламыз, өйткені мен сіздерге бұл тоник лосьонның 2 түрлі жасалу жолы бар дедім. Мен сіздерге қазір бірінші жасалу жолы, яғни осылай блендермен өткізіп аламыз. Блендермен өткізген кезде өте қатты ұсақ болу керек, яғни ұнтақтап тастаймыз. Түгі қалмай, кәдімгі каша сияқты болу қажет. Одан соң осындай менде чайник бар, яғни маған бұл құтыға құюға ыңғайлы болғандықтан осы чайникті пайдаландым. Жаңағы суыған суымызды осылай құйып аламыз. Түбін құймаймыз, түбіндегі қоқымдарды төгіп тастаймыз. Одан соң Е дәрумен, яғни капсуладағы Е дәруменін инемен тесу арқылы майын құямыз. Көпсі сұрап жатады алдыңғы видеоларда, мына қызыл дәрі не деп, бұл ешқандай да дәрі емес, бұл кәдімгі витамин, Е витамині капсулада болады, кез келген дәріханаларда сатылады. Егер сіздер бұны капсуладағы түрін алғыларыңыз келмесе, кәдімгі сұйық түрі бар, соны алып пайдалансаңыздар болады, және бұлай қиналмайсыздар тесіп. Тағы бір айта кететін жайт, мұқият болыңыздар. Бұл жерде де, мен бұл жерде тек қана 10 тамшы, яғни 10 штугын ғана қостым Е дәруменнің. Егер бетіңіздің терісі өте құрғақ болса, сіз бұл жерде 10 емес, 15 штук, немесе 20 штук қолдансаңыздар болады. Ал егер сізде құтыдағы түрі болса, 15 тамшы, немесе 20 тамшы қолдансаңыздар жеткілікті. Ендігі кезек лимонда, лимондың 2-ке бөліп, бір жақ шырын осылай құйып аламыз. Өздеріңіз көргендеріңіздей, мен барлық шырынын түк қалдырмай құйып алдым. Барлығын болғаннан кейін қасықпен барынша көбірек араластырамыз. Барлығы біркелкі болып бірігуі керек, сонда жақсы көмек тиеді. Одан кейін осындай менде құтылар бар. Осындай мен косметикалық бос құтыларды алып қоямын. Осыған
өзімнің кез келген маскаларымды немесе лосьондарымды құйып дайындап күнделікті пайдаланатын боламын. Осындай құтыға бірінші түрін құйып аламыз, яғни бұл ешқандай да блендерден өткізудің қажетін етпейтін түрі, яғни блендерсіз лосьонның бір түрі. Бұны егер блендеріңіз болмай қалған жағдайда тура осыны пайдалансаңыздар болады. Менде екі түрі де бар. Мен бұрын осыны пайдаланғанмын. Қазір мен екінші тоник түрінде пайдаланамын. Егер сізде бұндай құты болмай қалған жағдайда, кәдімгі 0,5 дейді ғой, жарты литрлік баклажкаға құйып қойсаңыздар болады. Енді екінші түрін көрсететін боламын. Жаңағы қалған суымызға, шырынға осы қалған бағана блендерден өткізген ақжелкенді қосып араластыратын боламыз. Ақжелкендің барлығын араластырамыз. Қараңыздар, түсі де осындай жап-жасыл болып тұр. Және барлығы өте неден блендерден жақсы өткендіктен кәдімгідей ешқандай да комоктар қалмаған. Қараңыздар, мінекей араластырып болғаннан кейін міне тура осындай болу керек. Егер блендеріңіз болса, бұл түрінде жасауға болады. Бұған арналған құты, бұл міне қараңыздар, осы құтыға бұнда құйып қоямын. Құйып күнделікті пайдаланатын боламын. Бұл жасаған лосьон тониктерді қайда сақтауға болады, яғни бұны тоңазытқышқа кез келген уақытқа дейін сақтай аласыздар. Жылы жерде тұрмасын, тоңазытқышта тұрсын. Яғни тоңазытқышта ұзақ мерзімге сақтай аласыздар. Ендігі кезек сіздерге бұның қалай пайдалану керегін көрсететін болам, яғни айтамын. Бетіңізді күнделікті жатар алдында осылай сүртіп шығамыз. Сүрткен кезде кішкене ғана сұрап алғандай қылып сүртпейміз, кәдімгідей құйып тұрып жақсылап бетіңізді сүртіп шығамыз. Если бетіңізде макияж болса, макияжды осымен сүртуге болады. Қатты жууға ерінсеңіздер, бірақ бетті жуып сүрткен жақсы пайдасы болады. Күнделікті ұмытпаймыз. Күнделікті кешке жатар алдында осылай бетімізді сүртіп шығамыз. Егер күндіз бетіңізді сүрткіңіз келсе, күнделікті таңертең сүртетін болсаңыздар, 1 сағат немесе 2 сағат бұрын бетіңізді сүртіп дайындап қоясыз. Содан кейін барып кез келген, яғни бетті қорғайтын, күннен немесе желден қорғайтын SPF кремін жағып, солай ғана далаға шыға аласыздар. Қыздар, ұмыт кетпей, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Мен сіздермен әлі де біраз лосьон немесе кремдермен бөлісетін боламын. Жасартатын жапонның күріш маскасын жасап көргілеріңіз келсе, мына келесі видеоны басу арқылы барлығын қарап жасап көрсеңіздер болады.